Алматы техника-экономикалық қатынас жолдар колледжінің студенттері жеңістің 75 жылдығына орай біз жеңістің ізбасарларымыз атты эстафетаны қабылдадық. Сіздердің осындай бейбіт елде өмір сүріп келе жатырғандарыңыз сол батыр бабаларымыздың арқасы. Өздерінен кейінгі ұрпақ ешкімге тәуелді болмасын деп, тәуелсіз елде өмір сүрсін деп өз жандарын пида етті. Солардың бірі менің үлкен атам Әбдімомынов Сентай Әбдімомынұлы. Ол 1919 жылы Қазығұрт тауының етегінде дүниеге келеді. Отбасында 3 ұл болады. Үлкен ұлы Төреқұл, ортаншы ұлы Сентай, ең кіші ұлы Әбдікім. Әбдімомынұлы Сентай 18 жасында өзінің туған ағасы Әбдімомынұлы Төреқұлмен бірге соғысқа аттанады. Бірақ өкінішке орай Әбдімомынұлы Төреқұл соғыстан аман оралмайды. Соғыстан кейін Әбдімомынұлы Сентай өзінің қатарластарымен бірге елге оралады. Оларға халық қаһарманы атағы беріледі. Соғыстан келгеннен кейін өзінің Леңгірдегі жұмысын одан әрі жалғастырады, үйленеді, бала-шағалы болады. Әбдімомынұлы Сентай 2013 жылы 16 желтоқсанда өмірден озады. Оның денесі Қазығұрт тауының етегінде, өзінің туған жерінде, ата-бабасының жанына қойылады. Біздер үшін осындай ерлік көрсеткен, жандарын пида еткен ата-бабаларымыздың есімдері